Армысыздар достар, ұстаздар, қазақ әндерін сүйсіне тыңдайтын көрермен қауым. Сіздерге қазақтың әншілік өнер мұрасын көпшілікке таныту мақсатында қазақ әндері жобасы аясындағы отбасымызбен бірге ән шырқаймыз атты айдарын ұсынып отырмыз. Қазақ әдебиетінің ірі тұлғасы ақын Сұлтанмахмұт Торайғыров біздің қазақ ән құмар халық. Біреу қолына домбыра алса, ойдағы, қырдағы, 8-дегі баладан 80-дегі шалға дейін жиналады. Бара-бара не болса да, сол қазақ әндегі рух сүйегіне сіңеді, құлағына қалады деген екен. Олай болса, құлақтың құрышын қандыратын әндерге кезек берейік. Халық әні телім аяу. Айналайын ақ жүзің, айдан аппақ сендей жарды, ер жігіт қайдан таппақ едім аяу. Көрген адам қасыңнан кет алмайды мұз үстінде, жүргендей тайғанақтап едім аяу. Алма ағаштың гүліндей ау, текеметтің төріндей ау, өтіп дәурен бара жатыр сізбен бізге білінбей ау. Алма ағаштың гүліндей ау, текеметтің төріндей ау, өтіп дәурен бара жатыр сізбен бізге білінбей ау. Құрметті көрермен қауым, әрқайсымыз үшін ең басты құндылық отбасы. Мемлекеттің көркеюі әрбір шаңырақтың шаттығына байланысты. Сондықтан біз отбасымызбен бірге ән шырқайып айдары арқылы берік те ұйымшыл, татуда берекелі отбасын қазақ көрерменіне таныстырып, отбасылық құндылықтарды кеңінен насихаттағымыз келеді. Бүгінгі шығарылымға қатысқан Ашымхановтар отбасы мен Рамазановтар отбасына үлкен алғысымызды білдіреміз. Еліміздің тарихы мен тұрмыс тіршілігімен сыр шертетін сарқылмас мол мұра ән өнерін жаңғырта берейік. Осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Еліміз аман,
Денimiz sağ, zamanımız tinch bolsun.